Өткен сандарда Кентау қаласына қарасты Жібек жолы ауылдық округі 30-шы Разез ауылы жайлы бейнеролик назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Материалды толықтырып айтар болсақ, ауылға ескі сауран атауын беру жөніндегі халықтың сөзіне Жібек жолы ауылдық округінің әкімшілігінен комментариялық жауап келді. Жауапта атау беру жұмысы жүріп жатқандығы айтылса, ауылға батыс Қытай, батыс Еуропа жолы арқылы кіретін жолдың ашылмағандығына бей-жай қарап, мұның мүмкін еместігін жазған. Ал басқа аталған мәселелерге ешқандай да жауап берілмепті. Онымен қоймай әкімшіліктен келіп тексеру немесе халықтың айтар уәждерін тыңдайтұғын басшылық тіпті келмеген. Ауылдың мәселелерін ашып айтайық. Батыс Қытай, батыс Еуропа жолы. Мына жерде ескі сауран деген мына ауыл. Мына ауыл бұл жерде 1000-ға жуық адам тұрады, бұл жерде 1000-ға жуық. Бұл жерде былай қарай мына Түркістанға қарай шығатын болсақ, шығамыз. Бұл да незаконный шығылады. Бұл жерде ана жерде прямой полоса тұр, прямой полоса. Егер де мынадан Қызылордаға баратын болсақ, мынадан шығамыз, ана ескі сауран деген ауыл бар, сауран ауылы. 11 километр содан бұрылып келу керек бері қарай. Көрдіңіз ба? Енді бұл жерде мына жерден арғы беттен адамдар асып өту үшін үлкен кісілер асып өте алмайды. Заңсыз ғой, заң. Бұл жерде енді ел жоқ есебі да, ел жоқ есебі. Бұл жерге бұрылыс болмаса, остановканы кім керек? Кімге керек бұл остановка? Бұрылыс жоқ. Енді осы біздің еліміздің мәселесі, ең кәдімгі қомақты бірінші мәселе осы бұрылыс ауылға. Үлкен кәдімгі 9 жолдың торабы, кәдімгі үлкен жолдың бойында ауылға бұрылыс жоқ. Кімнің кінәсі осы? Кім кінәлі осыған? Bir адам кінәлі болу керек қой. Соған жауап беру керек уақытында. Сол мына үлкен адам, үлкен жоғары жақтағылардың құлағына тисе. Мына елге мына жабылып біреудің жоғарылағы делар көз сыймады. Мына еліміз ауыл қалтамыздан ақша жинап елге белгі қойдық. Мына ауылдағылар көрмей, мына елді көрмей жатыр ма деген немен көрсін деп үлкен ескі сауран деген кәдімгі тарихтағы бар ауыл бұл. Тарихтағы қамал бар ғой, ескі сауран. Сол сіздерге қанша километр жерде қашықтықта? Міне қамал 5 шақырым жерде. Егер де мына біздің ауыл бұл жерден сол туристік қалаға бару үшін, мына жерден 5 километрге жету үшін, мына жерде бұрылыс болмағасын мынадан барамыз. Бұлай қарай 10 километр, қайтып келу 10-20. Бұлай жаңағы қамалға бару үшін 5 арықтан айналамыз бері. Өткенде қанша 70 километр жүреміз ғой, 5 километрге 65 километр жүруіміз керек. Әне халық. Ғана туристік қалаға біз ауылға келген адамдарды сөрге барып көрсетуіміз үшін 75 километр жерден айналып келуіміз керек қой біз сонда. Көрдіңіз ба? Оны айттық, өткенде өлшеді километрлеп. Ешқандай нәтиже жоқ. Соған білмеймін, кім бұл елге қарайды. Мына жерден талай правамызды алдық. Өз басым 1 жыл правамнан алып не істедім мен правам. 1 жыл правасы жүрдім. Сплошной ақпараттан басуға да мәжбүрміз Түркістанға барып.